Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай күрделі ою түрін тігіп үйренетін боламыз. Ал ендеше сәттілік. Күрделі ою тігу үшін бізге қажет болады ең бірінші осындай матовый велюр, ақ және қызыл түстен керек болады. Көлемі 34-34-тен ақтан екеу, қызыл түстен 34-34-тен бір мата қиып аламыз. Одан кейін астатықтар болса да болады, қиқым болса да бола береді. Осындай көк түс, сары түс және бирюза түсінен таңдадым. Мынау қиқымдар бізге керек болады. Мынау оюдың ортасына мысалы қоямыз. Күрделі ою болады сол арқылы. Осылай араларына қойып шығу үшін қажет болады мына маталар. Шалбарда қолданатын клеевой лентаның осы метрлеп сататын түрін алдым. Одан кейін оракул алдым. Оракул енді мына жерінде біздің жылтыр жағын мына матаны, мына клейді мына матаға отырғызу үшін қажет болады. Ең бірінші бізге керек болады осындай велюр матамызды алып, оның үстіне осындай елімденген матамызды, клеевой матамызды жабыстырып алатын боламыз. Жаңа оракулдың мынау абой тұрған жерін шешіп аламыз да, мынау жылтыр жағын қолданатын боламыз. Мінекей. Үстіне жылжытып алмай қойып, өтікпен басып аламыз. Мінекей қағазымызды жабыстырдық. Енді шетінен жайлап суыратын боламыз. Мінекей матамыз суыды үтіктен кейін. Суығаннан кейін осылай сызықтар салып шықтым. Енді матаның 4-тен 1 бөлігіне осы оюды қойып, сызып шығамыз. Мінекей оюымызды матамызға түсіріп алдық. Бар жағынан сызып алдық. Енді осы оюды қайшымен қырқа бастаймыз. Бір шетінен қай жер ыңғайлы ұстап, бірден шетінен алып қырықпаймыз. Матамыз рәсуа болмас үшін өстіп ұстап, бір шетінен кішкентай жер ашып алып, содан бастап осындай барлық оюымызды қырқып шығамыз. Мінекей оюымызды қырқып біттік. Енді мынау ақ матамызды осылай шетін, ортасын анықтап, сызықтар сызып алдым. Мынау бізде көрінбейтін, үтік тисе тез кетіп қалатын ручка. Сонымен сызып алдым. Одан кейін біз түгін анықтаймыз матаның. Мінекей. Түгін анықтай отырып, мына оюымыздың да бағытын солай орналастыратын боламыз. Бәрін бұрыштарын бұрышқа келтіріп, сәйкестендіріп. Оюды осылай қалдырып, мына шет-шетінің бәрін зигзагпен тігіп шықсақ болады. Ол бір вариант, сосын екінші вариант. Мінекей мынандай қиындылар қиып дайындап қойдым мен. Мінекей. Бұл дегеніміз мына оюдың лекаласы ғой енді. Сол лекаласын алып, күрделі ою деген бізде сол. Жаңағыдай мына маталарды мына жерге, бұлай, мына жерлерге орналастырып шығатын боламыз. Бұлай. Ол үшін орналастыру үшін мынау матаның түгіне қарай мынаны қырқып аламыз. Оны қырқу үшін жаңа лекалды аламыз. Сөйтіп шетінен 5 мм артық етіп қырқамыз. Барлығын сөйтіп қырқып алдым. Так, бізде енді
матаның бағытын анықтай отырып мыналарды орналастыратын боламыз. Мінекей, оюларымыздың ортасына маталарын қойып шықтық, қыстырып шықтық бәрін реттеп. Енді жайлап инелерді ала отырып үтіктейміз. Екінші ақ матамызға да осы оюдың жаңағы шетінен қалған бөлігін жабыстыратын боламыз. Мына жерде де түгін анықтайтын боламыз. Мінекей, екінші оюымызда жабыстырып шықтық. Енді шет-шетінен зигзагпен бастырып шығамыз. Зигзаг тігу үшін түзу тігістен зигзагқа ауыстырамын. Мына жерде арасын 8 мм қылсам, жиілігін ше, ал биіктігін 3,5 мм қылайын. Менде оюдың арасы қатты үлкен емес, сондықтан үлкен емес тігіспен тігетін боламын. Мінекей, оюымызды зигзагтап шықтық. Мінекей, қазір қыртыс болып тұр. Осы қыртыс болып тұрғандарын үтікпен жазамыз. Мінекей, теріс жағы осындай болып шықты. Екінші оюымыз осындай болды. Енді біз жаймен үтік басатын боламыз осыған. Созып алмай.
үтікті. Достар, бүгінгі мастер-классымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ сіздерге ұнап жатса, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бұйырса мастер-класстар болады.